Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың ұрпақтары бар ма? Әлихан Бөкейханов Шыңғысхан тұқымы. Кезінде кіші жүздің ханы Әбілхайырды өлтірген Барақ Сұлтанның ұрпағы. Жұбайы Елизавета Севастьянова, ұлы Сергей және қызы Елизавета. Сергей саяси қуғын сүргінге ұшырап, қамауда болды. Нәтижесінде 1957 жылы Сібірде қайтыс болған. Сергейден Евгений тараса, Евгенийден Петр тарады. Яғни Петр Евгеньевич Бөкейханов Әлихан Бөкейхановтың шөбересі, қалған жалғыз тұяқ. Заң ғылымдарының докторы, милиция подполковнигі және жазушы. Мәскеуде тұрады. Ресей тарихы жайлы кітаптар жазады. Алайда толығымен орыстанып, өзін орыс деп есептейді. То есть единственный казах у меня в роду – это сам Алихан. И мой дед, отец женились на русских, и я тоже. Мы не знаем казахского языка, мы не пишем по-казахски. Вот это вот, наверное, главное последствие его политической деятельности. То, что его потомки полностью стали русскими. Яғни Әлихан Бөкейхановтан тікелей тараған тұқым қалмады десек болады. Өкінішті.